Мен талапкер Амина Берікболқызы, Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырты жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Жоба мақсаты қазақ мәдениеті мен тарихын әлемге танытып жүрген кәсіби мамандарды насихаттау, оқушыларды тіл үйренуге, аударма ісін және ғылымға ынталандыру. Жобаның өзектілігі. Қазіргі жаһандану дәуірінде қазақ мәдениетін халықаралық деңгейде насихаттау маңызды. Қазақ кинолары мен мультфильмдерін әлем тілдеріне аудару ұлттық өнеріміздің танымалдылығын арттырады. Ал медицина мен тарих саласындағы көптілді мамандар ғылым мен білім алмасу үдерісіне үлес қосады. Бұл жоба арқылы мен өз мектебімнің түлегін таныстырамын. Ол түрлі салаларда жетістікке жеткен еліміздің мәдениеті мен ғылымына үлес қосып жүрген азамат. Күтілетін нәтижелер. Қазақ киносы мен мәдениетін танытатын аудармашылар туралы ақпарат кеңінен таралады. Жастар аударма, тарих және медицина салаларына көбірек қызығушылық танытады. Қазақстандық мамандардың халықаралық деңгейдегі жетістіктері мойындалып, өз мектебінен шыққан тұлға басқа оқушыларға мотивация болады. Өмірбаяны. Талғат Әбдірахманов Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырты ауылында 1983 жылы маусымның 6-сы туылған. Қазіргі таңда тарих ғылымдарының докторы, 10-нан астам тілде сөйлейтін тәуелсіз аудармашы. Олардың ішінде ол каталан, баск сияқты сирек кездесетін тілдерге сұранысы аз, ал 6 тілмен үнемі айналысады. Еңбектері 2012 жылдан бастап Везл, Париж сияқты халықаралық кинофестивальдерде қазақ режиссерларының фильмдерін француз, орыс, араб, түрік тілдеріне аударды. Субтитрлеумен тікелей экранда мәтін жұмыстарын меңгеріп, қазақ киносының әлемдік көрерменге қолжетімді болуын қамтамасыз етті. Сонымен қатар қазақ поэзиясын француз тілдеріне аудару арқылы ұлттық әдебиеттің насихатына да үлес қосуда. Сәлеметсіз бе? Менің есімім талапкер Амина. Мен Бұлдырты жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Біз негізгі әдіс әртүрлі елге барып, сол жерде тұру. Сол ең мәселе деп өтті. Қазақстанда отырып оқып, ол жеткіліксіз негізі. Сондықтан да негізі елге барып, сол тілді машықтау маңызды. Францияға келгелі сол осында әртүрлі мәдени шараларда қатысып отырамын. 2012 жылдан бастап әсіресе кино саласында өзімізден келген режиссерлардың қасында болып аударып, сосын Парижде де мысалы қазақ фильм фестивалі болып тұрады жыл сайын. Соларға ол үшін беріп субтитрлеу жасаймын. Басында енді жұмыс табу қиын ғой, енді мамандық бойынша. Сол бірте-бірте басында тіпті өз мамандығым бойынша жасаған да жоқпын. Енді басқа ел болғасын, енді тілі басқа болғасын, басында мұнда үйрену қиын. Бірақ сол ептеп сол осы салаға өзім мамандығым бойынша жұмыс істей бастадым. Аз-аздан, сосын кейін енді бірнеше жыл керек болды ғой енді негізі. Осы салада жұмыс істеуіме. Жоба деген негізі көп. Бұрыннан бері сол қазақ жазушыларды осы француз тіліне аударамын деген ойым бар еді. Бірнеше аудармам да бар. Бірақ оны әлі осында шығару мәселесі қиын болып тұр. Себебі мұнда француз оқырмандарын қызықтыру үшін оңай емес. Әсіресе бастауын табу қиындау. Сол енді содан кейін жалпы біздің ақындардың кейбір шығармаларында аударып үлгердік. Әлі де сол көп аударып кейін бір кітап бөлек шығару ойымда бар. Ең бастысы негізі қызығушылық болу керек тілге деген. Ол ең бірінші талап. Кейін сүйген не болмаса оқығысы келген тілді күні бойы үйрену керек, тыңдау керек. Радио болсын, теледидарға көріп, тіл машығы болу керек.